Сәлеметсіздер ме? Менің каналымның тыңдаушылары. Егер менің каналыма тіркелмесеңіздер, тездетіп тіркеліп алыңыздар. Алда қызықты да, әсерлі әңгімелер дыбыстайтын боламын. Кеше арнамда шыққан «Жалғыз ағаш» атты әңгіменің жалғасын салатын боламын. Соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Кешкі ас ішіп отырған Нұрхатқа дәрігер қоңырау шалып, Рыскүлдің жағдайы кенет нашарлап кеткенін айтты. Асқат екеуі шұғыл ауруханаға жетіп, анасының жансақтау бөлімінде отаға дайындыққа алынған естіп, есеңгіреп қалды. Өмірде бәрі біз үмітпен күткендей сәтті бола бермейді. Бірде бағың бабыңмен қоса шапса, бірде сағың сынады. Қанша жыл отасқан жарының аяқтан тұрғанын қалаған Нұрхат пен анасының ыстық алақанын сағынған балаларының қазіргі бар арманы Рыскүл сауығып кетсе екен дейді. Ота жасалып өкінішке орай оң нәтиже болмады. Рыскүлдің бұл жолы басында ісік пайда болып, бірнеше тамырларын жарып жіберген екен. Дәрігерлерден еш көмек болмасын білген Нұрхат Рыскүлді мүгедектер арбасына отырғызып, үйге алып келді. Арада қаншама ай өтсе де Рыскүл сөйлей алмайды, ештеңе сезбейді. Селсоқ қалпы, терезенің алдында басы төмен қарап, бір қалыпта отырады. Таңнан кешке дейін жұмыста болатын Нұрхат пен Асқат үйде Айсұлудың Рыскүлге қалай қорлық көрсететінін білмейді. Қарны ашып, дәретханаға шыққысы келген Рыскүл ыңылдап дауыс шығарады. «Айсұлу, жүйкеме тиіп біттің», деп ашу шақырып, Рыскүлдің шашынан жұлмалап, басынан төмпештеп тастайды. Кешкі ас әзірлеп жатып, бір-екі қасық қана тамақ асатып қояды. Рыскүлдің күніге жейтін тамағы осы ғана. Келінен көрген қорлығын айталмайтын Рыскүл күннен күнге жүдеп, құр сүлдері қалды. Атасы Нұрхат пен күйеуі Асқат үйге келгеннен Айсұлу өзгеріп шыға келеді. Көзіне жас алып, «Апам дұрыс тамақ ішпеді, күннен күнге солып барады, ішіндегісін айталмайды. Күндіз ештеңеге зауқы болмай, апамның қолы мен аяғын уқаладым. Сондағым өз аяғымен жүріп, қолдарын қимылдатып қалады ма екен деген үмітім. Асқат, Айсұлу, саған бәрі үшін рахмет. Анамды сыйлап, қарайласып отырғаның үшін ризамын. Жылай берме, ішіңдегі баламызды ойла, уайымдама. Бұйырса жақсы дәрігерлерге көрсетіп, анамды аяқтан тұрғызамыз». Асқат Айсұлудың жымысқы ойымен анасына көрсетіп жүрген қорлықтарын еш сезбейді. Аңқау көңіл әртіс болып алдынан шығатын Айсұлуының шынайы бет бейнесі осы екен деп жүр. Бұрымды жұмысындағы қыздармен пәтер жалдап тұрып жатыр. Бүгін жұмыстан кеш шыққаннан кейін фастфуд жеуге дәмханаға кірген. Дәмханадан шығып қайтып бара жатқан жолдан танымайтын жігіттер күштеп көліктеріне отырғызып алды. Арғы жағы есінде жоқ. Көзін ашса айналасында бөгде әйел адамдар отыр екен. «Қызым, орамалыңды тағып қойдық, шешсең екі елі сорың болады. Бақытты бол қарағым», десіп жатты. Алып қашудың құрбаны болғанын бірден түсінген бұрымды қанша қарсыласса да алып қашып қайтып келіпті деген елдің сөзін ойлап амалсыздан көніп қалды. Болашақ күйеуі бір әйелмен ажырасқан екен. Күніге телефонмен жағдай сұрасып, сөйлесіп тұратын Нұрхат қызы бұрымдының 3 күн хабарсыз қалғанына алаңдап жүр. Бүгін кешке жұмыс орнына барып, жағдайын өз көзімен көріп келем деп отырғанында бұрымды өзі қоңырау шалды. «Әке, қалдарыңыз қалай? Апам қалай?» «Нұрхат, несін сұрайсың қызым? Апаң жақсы емес, еш өзгеріссіз. Неше күннен бері хабарласам, телефоның өшірулі. Жағдайың жақсы ма? Үйге келсеңші, уайымдап жүрмін. Асқатты кешір». Ашумен не айтқанын байқамай қалды. Бұрымды телефонның арғы жағынан жылап жіберді. Өксігін баса алмай, «Әке, апамды сағындым. Өзімді оның жанында енді бола алмайтынды білсем, кінәлі сезінемін. Кешірші мені, әке». «Нұрхат, қызым, ол не дегенің? Қазір жұмыста болсаң барып алып кетейін». Бұрымды: «Әке, мен өзге елдің шаңырағындамын. Танымаймын, білмеймін, бірақ үйренісіп кетермін. Бұлай болғанына тікелей ағам Асқат кінәлі. Көксегені менің үйден кетуім еді ғой. Қамқор болып, қорған болып, саясында паналататын бауырымның дәл бұлай тас жүрекке айналатынын қайдан білейін? Арманына жетті. Апама бас көз бол, әке. Сәл үйренісіп алсам, күйеу балдарыңызбен барып қайтармын». Нұрхат өз құлағына өз сенбеді. Ақ батасын беріп ұзата алмағанына өкініп тұр. Тұтқаны қоя сала Асқатқа қоңырау шалып айғайға басты. Ренішін айтты. «Қарындасыңа барып татуласыңдар дегенімде тыңдамай қойдың. Асқат, сен өзгеріп кеттің балам.
Бұның қалай? Дәл қазір жұмысыңнан сұранып маған кел. Бұрымдыны алып қашып кетіпті. Алып келуіміз керек. Асқат: әлгі жігітіне тисе, неге оны алып келмекшісіз? Нұрхат: танымайтын жерге барыпты. Көп сөзді қойып маған кел. Асқат әкесі екеуі мекен жайды әзер тауып, бұрымдының жағдайын өз көздерімен көруге есігі ашық тұрған үйдің ауласына кірді. Алдарынан ұзын сұр көйлек киген, шашын төбесіне орап түйген, қара торы үлкен жас шамасындағы әйел Галешін сүйретіп шықты. Бұрымдының енесі екен, есімі Құралай. Қолын маңдайына қойып көлегейлеп, Нұрхат пен Асқатқа қарап тұр. Нұрхат: ассалаумағалейкум, кім боласыз? Дәуренбайдың үйі ма? Құралай: иә, өздерің кімсіңдер? Нұрхат: бұрымдыны тез шығарыңыздар үйден. Менің қызым ойыншық па? Сұрауы жоқ па? Жолдан көріп жұлқылап көлікке отырғызып ала жөнелетіндей зат па ол? Құралай құдасының алдынан бір шығып, артынан бір шығып: құда, ақұдай, төрлетіңдер үйге. Жасымды сыйласаң түсінісіп сөйлесуге мүмкіндік бер. Хабаршы жіберуге дайындалып отырғанбыз. Асқат Құралайдың сөзін елеместен үйге баса көктеп кіріп: бұрымды, деп айқайлады. Ас бөлмесінде ас әзірлеп жүрген бұрымды ағасының даусын естіп, дереу ауызға шығып қараса, әкесі Нұрхат пен ағасы Асқат келген екен. Бұрымды: әке, деп құшақтап алды. Нұрхат: жүр, заттарыңды жина, қайтасың үйге. Танымайсың, білмейсің, неге көнесің? Асқат: алып қашқан күні неге хабарласпайсың? Бұрымды жылап тұрып: аға, мен сізге хабарластым, бірақ сіз тұтқаны көтермедіңіз. Әкеме қоңырау шалғалы жатқанымда телефонымды тартып алды. Одан кейін ештеңе есімде жоқ. Оның үстіне сіз мені не қыласыз? Жаныңыз онсыз да ашымайды. Айсұлуыңыз бар, соның айтқанынан шықпайсыз. Нұрхат: қызым, бұл жайында үйде сөйлесейік. Біз сені ешкімге келісімсіз бермейміз. Жүре ғой. Бұрымды: әке, кешір, мен осында қаламын. Артық сөздің қажеті жоқ. Қаласаңыздар төрлетіп дәм ауыз тиіңіздер. Нұрхат бұлай бұрымдының көне салғанына аянышпен қарады. Ашу мен қимастық сезімдері еріксіз көзіне жас әкелді. жүр балам, кеттік, деп үйден шығып кетті. Арғы бөлмеде бәрін есіп жатқан бұрымдының жолдасы Дастан есік жабыла сала ас бөлмеге келіп, түндегі жеген таяғының көмегі тигеніне қуанып тұрмын. Бұны атап өту керек. Осындай ақылды бол, мен кеш келемін, деп шығып кетті. Бұрымды отыра қала орамалмен бетін басып, өкіріп жылап жіберді. Қандай жиіркенішті, танымайтын, дөрекі, жасы үлкен егде тартқан еркекпен өмір сүру. Бұрымдының жолдасы Дастан есірткі сатып ұсталып, уақытша қамауда жатыр. Енесі күнде жалынып, бұрымдының құлақ етін жейді. Тезірек ақша тауып, ұлымды түрмеден шығарып алмасақ, мен өзімді кешірмеймін, өз-өзіме қол жұмсаймын, деп жылаған ананың көз жасына шыдай алмай, сән салонын сатып жіберді. Қамаудан босатылып шыққанына қуанған Дастан достарымен тойлатып үйге кеш келді. Ең өкінішті, бұрымдыны соққының астына алып, ауруханадан бірақ шығарды. Бұған дейінгі жеген таяқтары аз болғандай, бүгінгі сабауы тым артық. Еш себепсіз таяқ жеп келе жатқанына көршілері мен енесі куә. Қанша кетіп қалуға оқталғанмен аяғының ауыр екенін, ертең баланың әкесіз өсетінін ескеріп қалып қоятын. Құдай оңдап, іштегі нәрестеге еш зақым тимеген. Ауруханада жатқан бұрымды айнадан түрін көріп, өзін қатты аяп кетті. Не де болса әкем мен ағама бәрін айтуым керек деп шешті. Әкесі тұтқаны көтермегесін, ағасына қоңырау шалды. Асқат қанша жерден қатты айтса да, қарындасын әрдайым ойлап жүреді. Бұрымданың қоңырауын көріп, дереу көтерді. Бұрымды: аға, қалдарыңыз қалай? Апам қалай? Асқат: апам бір қалыпты. Бұйырса әкем басқа қаланың дәрігерлеріне қаратып алмақ. Өзің қалайсың? Бұрымды: аға, мен шаршадым. Сіздерді сағындым. Денсаулығым да жоқ. Бүгін мені ауруханадан шығарады. Анау қарғыс атқыр үйге барғым келмейді. Бірақ аяғым ауыр. Асқаттың жанарына жас ұялап, өзін шаққа ұстады. Қарындасының дәл осындай кішкентай кезінде еркелеп, жылап шығатыны бар еді. Өзінің қамқор аға екенін есіне түсірді. Қорған болуы керек екенін ескерді. Асқат бұрымдыны алып үйіне келді. Айсұлу күтпеген болуы керек. Бет-аузы тыжырайып жақтырмай қарады. Бұрымдының көгерген көзін көріп, ішінен бейшара деп мысқылдана күлді. Бұрымды анасы жатқан бөлмеге бет алды. Терезе алдында арбада басы төмен қарап отырған анасының арқасынан құшақтап алды. Апа, қалың қалай? Мен келдім. Сізді сағындым. Сіз ше? Рыскүл үнсіз, қолын көтеріп бұрымдының қолдарын ұстамады да. Бұрымды:
Туу апа, маған ренжіп отырсыз ба? Ең болмағанда амандассаңызшы. Айсұлу, апам ештеңе сөйлей алмайды, ештеңе түсінбейді, сенің кесіріңнен. Асхат, Айсұлу, не деп тұрсың? Оған бұрымдының не қатысы бар? Осыдан кейін ойланып сөйле. Бұрымды, қоя тұрыңыздаршы, не деп кеттіңіздер? Сонда апам. Бұрымды барлық жағдайды кеш білгеніне қатты қынжылды. Қайдағы біреудің таяғына көніп, түрмеден шығу үшін салонды сатып, қанша қаражатты желге ұшырғанымша, анамды емдетуім керек еді, деп өкінді. Болар іс болды. Енді бәрі кеш. Арада біраз күн өткеннен кейін бұрымдының енесі Құралай мен күйеуі Дастан келді. Дастан жалынып, тіпті тізерлеп тұрып, Нұрхат пен Асхаттан кешірім сұрады. Асхат оңаша Дастанмен сөйлесіп, бір жолға ғана кешіретінін ескертті. Бұрымды ішіндегі баласын ойлап, оның үстіне елдің пыс-пыс өсегін естуден ұялып, қайын жұртына қайта кетті. Айсұлудың түн ішінде толғағы қысып, перзентханаға келді. Таңға таман кесір тілігімен қыз бала дүниеге келді. Асхаттың қуанышында шек жоқ. Қуаныш ұзаққа созылмады. Бұрымды қоңырау шалып, аға, мені тезірек алып кеттіңізші, Дастан мені өлтіретін болды. Асхат бұл жолы Дастанды еш аямады. Бұрымдыны бір жола киім кешектерімен алып келді. Түні бойы анасының қолын құшақтап, қатты жылап шыққан Бұрымдының іші қатты бүріп ауырып шықты. Жедел жәрдем келемін дегенше біраз қансырап қалды. Ауруханаға жетемін дегенше нәрестесінен айырылып қалды. Қан көп жоғалтқандықтан дәрігерлер бақылауында болатын болды. Бәрі артта қалып, бірнеше айдан кейін сәбиін қолына алса, жүзіне күлкі оралар деп үміттенген еді. Бірінен соң бірі соқтығысып келіп жатқан сынақтар жүйкесін қатты қажытты. Соттан адам шақырып, Дастанның үстінен арыз тастап, барлық жағдайды баяндап берді. Дастан тергеу бөліміне қамауға алынып, артынан үй қамаққа шығарылды. Бұрымды үйде анасына қарайласады. Аяқ қолдарын уқалап, бір мезгіл суға түсіріп, киімдерін таза ұстап, дәретке отырғызады. Содан бері Рыскүлдің беті сәл болса да бері қарады. Ал Айсұлу болса, бөлмесінде жаңа туылған қызын құшақтап, телефоннан түспей, құрбыларымен сөйлесіп уақытын өткізіп жатты. Күнделікті үй тірлігі Бұрымдының мойнында. Айсұлу жуыну бөлмесіне кіріп кеткенде, бөлмесінде ұялы телефоны шырылдап қоймағасын, Бұрымды тұтқаны көтеріп, жауап бергені сол еді. Белгісіз ер адамның дауысы естілді. Айсұлудың басқа еркектермен көңіл қосатына еш таңғалмайтын ол. Дереу өз телефонның диктофонын қосып, әлгі ер адамның «Айсұлу, жаным, неге үндемейсің? Сағындым, кездесейік» деген сөздерін басып алды да тұтқаны қоя салды. Арада 1,5 ай уақыт өтті. Айсұлу үйде ешкімнің жоқтығын пайдаланып, енесінің ыңылдаған даусына ашуланып, бар күшіне басынан қойып қалды. Байғұс арбадан жерге екі бетімен құлап түсті. Кенет сырттан үйге кіріп келе жатқан Бұрымды бұл көрініске толық куә болды. Айсұлудың анасына бұлай дөрекі сөйлеп, жұдырық ала жүгіргеніне шыдап тұра алмай, жағасына жармасты. Бұрымды, сен оңбаған, келін емес кесір болдың, обастан етін қара, ойлағаның әкем мен ағамның байлығы, жан рахатының екенін білген едім. Сен мына қылығыңды доғармасаң, масқараңды шығарамын. Анама қол көтергенің қандай боларын білмей жүр екенсің. Дәрменсіз пендеге жәрдемдесіп сауап жинаудың орнына неге төмпештейсің? Шашыңды жұлып қолыңа берейін, деп шашынан ұстап біраз жұлмалады. Айсұлу да қарап қалмады. Бұрымдыны тырналап, аяғын көтеріп, қарсылық көрсетіп балағаттап жатты. Ақыр соңында Айсұлудың шашынан сүйреп, үйден шығарып жіберді. Шарбақтың есігін құлыптап алды. Есіктерінің алдында отырған көршілердің Айсұлуға қарап, өзіңе сол керек, көргенсіз неме, келін болғаныңа болайын, жазыңды алып жатыр екенсің, жақсы болды, деп күбірлеп жатқандары анық естіледі. Айсұлу жалаң аяқ, қолында телефоны жоқ, жолдан көлік тоқтатып, анасының үйіне жол тартты. Анасына өзін ақ етіп көрсетіп, қайын жұртын қаралап тастады. Анасы Айсұлуға сеніңкіремеді. Бірақ үсті-басы тырналған жалаң аяқ, ұялы телефонсыз келгені көңіліне күдік ұялатты. Асхатқа қоңырау шалып, балам, бұларың не? Қарындасың таяқ жеп, күйеуден қайтып келеді де, қызымды сабап үйден қуып шығарып салады екен. О заманда бұ заман, күйеуінен емес, қайын сіңлісінен таяқ жеген не сұмдық? Балам деп сыйлаушы едім. Дереу киім кешектермен, қырқынан шықпаған омыраудағы қызын әкеліп беріңдер. Ажырасуға арыз береміз. Асхат дереу жұмысынан шыға сала, үйге бет алды. Үйге келіп Бұрымдыдан барлығын түсіндіріп беруін сұрады. Бұл мезетте сәби жылап жатқан. Бөтелгемен сүт беріп ұйықтатып болған соң,
Ағалы қарындас ашық сөйлесті. Бұрымды Айсұлудың келін болып түскеннен бастап не бүлдіріп жүргенін тізбектеп айтып берді. Асқаттың таңғалғаны соншалық қатты ашуланып кетті. Себебі бұрымдының сақтап жүрген Айсұлудың сұмдық әрекеттерін әшкерелейтін бірнеше фактілері бар болатын. Бұрымды: аға, міне қараңыз, бұл алғаш Айсұлудың келін болып түскен кезінде мені осы үйдің адамдарына жексұрын етіп көрсету үшін бар өнерін салған бірден-бір жымысқы әрекеті. Анамызға құрбысының номерінен мен жайында жалған ақпарат таратып, өзі түк білмегенде жүре бергені. Ол құрбысымен сөйлескендегі диктофонды тыңдап көр деп тыңдатты. Асқат үнсіз қалды. Бұрымды: мынау анамыз әлсіз жатқан кезінде Айсұлудың тал түске дейін ұйықтап жатқан алаңсыз суреті. Ал бірнеше күн бұрын оның бөгде еркекпен бас қосып жүргенін байқадым. Аудио жазбаны тыңдап көрсең болады. Ал мынау сол ер адамның номері. Асқат өз-өзін шаққа ұстап отырды. Бұрымды: аға, көзіңізді ашыңыз. Анамыздың сал екенін пайдаланып, осы күнге дейін не істеп келгенін білмейсіздер. Ешқайсымыз білмейміз. Себебі бүгінгі соққысын өз көзіммен көргенде шыдап тұра алмадым. Жағасына жармасып, керек болса үйден шығарып жібердім. Егер Айсұлуды осы үйге алып келетін болсаңыз, мен апамды алып кетемін. Асқат ары қарай шыдай алмады. Жасы көзінен еріксіз кетіп жатты. Анасының аяғына жығылып: анашым, сізді сеніп сұржыланға тапсырғаным үшін кешірім сұраймын. Ендігі ісім сонымен болсын. Бауырыммен араздастырып, анама қорлық көрсететін ол кім? Айсұлудың үйде қалған ұялы телефонына тағы қоңырау келді. Асқат таныс емес номерді көтеріп, кім екенін сұраса үндемей тастап жіберді. Қайта қоңырау шалғанмен сөндіріп тастаған. Әлгі бұрымды басып алған аудио жазбаны тыңдаса, таныс дауыс бажасының дауысына ұқсатты. Бірақ одан мұндайды күтпеді. Әдетте Асқат Айсұлудың телефонын ақтарып қарамайтын. Оған уақыты жоқ. Бұл жолы бәрін тексеріп шықты. Әлеуметтік желідегі құрбылармен айтқан әңгімелерін оқып, жағасын ұстады. Ол жерде Айсұлудың қайын жұртында бірде-бір жақсы адам жоқ екен. Ашуына қатты тигені аудио жазбадағы дауыс бажасы сақтағандығы екеніне толық көзі жетті. Асқат: сонда қалай болғаны? Қазір мен бұларға көрсетемін деп үйден шығып кетті. Бұрында ағасын бірдеңеге ұрынып қалама деп зәресі ұшты. Асқат сақтағанның үйіне келіп, оның қоймада екенін анықтап, сонда барды. Қоймада отырған сақтағанның жағасына жармасқан Асқат сабап тастады. Сырттан теңселіп келген Дастанды көріп таң қалды. Сен сілімтік қайда жүрсің? Сендер сонда ойласып алғансыңдар ма? Деп қалтасынан пышағын алып, Дастанның оң жақ кеудесіне сұғып алды. Сақтаған денесін әзер көтеріп, сыртқа қарай қаша жөнелді. Асқат аяғынан шалып: мен үшін адал болмаған Айсұлудың көңілдесінің қанына қолымды бұлғамаймын. Қорықпа, сені Алла өзі жазалайды, деп бетіне түкіріп шығып кетті. Сақтағанның беті мен аузы көгерген, үсті жыртылған, ащы сусынан теңселіп, аяғынан әзер тұрады. Келіншегі көркем көріп шошып кетті. Бірақ таң қала қоймады. Бұған дейін бірнеше мәрте көзіне шөп салған. Туған сіңілдеріне қырын көрсеткенін естіп, орнына қойған. Ақыр соңында менің туыстарыма жолама, сырттан ізде деп жалынған еді. Асқатты көргенде Айсұлуға да сақтағанның көз салғанын айтпай ұғады. Асқат Айсұлуға бет алды. Бар ашуын жиып, үйіне кіріп келді. Анасы Асқаттың түрін көріп: балам, не болғанын түсіндірші, не болды өзі? Айсұлу арғы бөлмеде өзін қоярға жер таппай тыпырлап кетті. Асқат: Айсұлуға айтар сөзім жоқ, жүзін көргім де келмейді. Осы кезге дейін мені ақмақ қылып келгені жетер. Мынау ұялы телефоны. Ішін ақтарып қарасаңыз, өзіңіз айтпай-ақ түсінесіз. Айсұлудың екі омырауы дызылдап, иіп барады. Қызын әкелген болар деп үміттеніп қалған еді. Асқат үйден шығып бара жатқанда шыдай алмай: қызым қайда? Деп бақырып жіберді. Асқат теріс қараған күйі: ертең менің қызым екендігін анықтайтын тест тапсырамыз. Менікі болса енді көрмейсің, анау көңілдесіңдікі болса алып кете бер, деп есікті тарс жауып кетті. Сақтаған Дастанды жұлқылап оята алмады. Жүрек тұсынан кірген пышақты жұлып алды. Демін тыңдап көрді. Жан тапсырғанын түсіне қоймады. Шөптердің арасына тыққан бір бөтелге ащы суын сіміріп алып, әлгі пышақты қолына ұстаған күйі ұйықтап кетті. Көркем заң қызметкерлеріне қоңырау шалып, адам өлтірді деп сақтағанның үстінен шағым түсірді. Жылдам жеткен заң қызметкерлері
ащы суға сылқия тойып сандырақтап жатқан Сақтағанның қолына кісен салып тергеуге алып кетті. Дастанның мәйіті жақындарына тапсырылды. Есін жиған Сақтағанмен тергеуші біраз сауал жүргізді. Ішімдік көп ішпейтін ол әбден есеңгіреп қалғандықтан бір сұраққа екі түрлі жауап беріп отырды. Келіншегі Көркем өз көзіммен көрдім, екеуінің төбелесіп, артынша Дастанға Сақтағанның пышақ сұғып алғанын деп сотта куәлік етті. Сот өтіп жатқанда Асқат әкелігін анықтау үшін жеке клиникаға керекті анализдерді тапсырып тастады. Баладан да алынды, жауабы 2-3 күндікте шығады екен. Асқат терезе алдында отырған анасының жанына келіп, кешіріңізші мені, қылмыскер бол деп тәрбиелемегеніңізді білемін, бірақ мен бүгін адам өлтірдім. Айсұлудың былық екенін о баста қалай сезбегенмін, деп бармағын тістеп отырғанда ұялы телефоны шырылдады. Асқат: алло, не дейсің? Көркем: иә, дұрыс естідің. Дастан сол жерде жан тапсырған екен. Мен заң қызметкерлерін шақырып, Сақтаған өлтірді деп үстінен арыз түсіріп куәлік еттім. Алда тағы да сот болады. Дұрысы сен бұларға енді жолама. Асқат: бұның бәрі не үшін? Көркем: Асқат, сөздің ашығы, сен сұққан пышақты Сақтаған Дастанның денесінен шығарып алған. Сақтағанның қол іздерімен ол күдікті болып танылып жатыр. Бұлар түбінде бір күні жазаларын алар еді. Біреуге кесірі тимей тұрғанда солай болғаны дұрыс болды. Сот барысында қанағатты жауап алынбағандықтан бір айға шегерілді. Сақтаған ол жерде Асқаттың да бар болғанын айтып, Асқат сотқа шақырылды. Әкесі Нұрхат пен қарындасы Бұрымдыға ештеңе айтпаған Асқат тергеуші сұрақтарына жауап беруге барды. Асқат қайтсем де, бұлардың бірлескен жұмысқа әрекеттерін ашпай қоймаймын деп шындықты жасырып, ол жерде болмағанын баяндады. Өтірік сөйлей алмайтын Асқаттың сөздерінің шикілігін байқаған тергеуші күдікпен қарады. Тергеуші Асқатты тағы да тергеуге шақыратынын айтты. Уақытша темір торда отырған Сақтаған Асқаттың үстінен арыз жазды. Бірақ еш дәлелі жоқ. Бұрымды Айсұлудың бұрынғы хабарлама жолдататын құрбысы Толқынды іздеп тапты. Жеке кездесуге шақырды. Ақшаның ұшын көрсетсең, досы түгілі туысын сатып кетуге дайын Толқын Бұрымды ұсынған ақша сөмкесіне түсіп, сайрай жөнелді. Толқынның айтуынша, Айсұлу осы кезге дейін Сақтағанмен жақын қарым-қатынас орнатып келген. Асқаттан түрлі сылтаулар айтып, ақша алып, кейде үйден ақша ұрлап, Сақтағанға сеніп тапсырған. Ондағы ойлары екеуі ақша жинап артынша басқа қалаға қол ұстасып қашып кету. Ал Дастан мен Сақтаған бала күннен бір-бірінің пайдасы үшін дос. Айсұлу Бұрымды мен Асқаттың арасына ірткі салып, үйден кетіргенін айтып, мақтанған көрінеді. Осылайша Сақтаған арқылы Бұрымдыны алып қашуға Дастанды үгіттеген. Арам ойлары іске асып, жеңістерінде тойлатса керек. Сақтаған Дастанның әлсіз тұсы есірткі екенін біледі. Сол арқылы айтқанын жасатып келген. Айсұлу балгерге көп барады екен. Асқаттың жуастығымен жақсы табысына қызығып, басын айналдырып тұрмысқа шығып алған. Кейінен Сақтаған екеуі барғыштап кеткен екен. Дәл осы жағдайларды айтып берген Толқын: бар білерім осы, енді сізбен мені Құдай жолықтырмасын деп орнынан тұрып кетіп қалды. Бұрымдының жанары жасаурап, жанын жасы жеп барады. Айсұлудың биязы болмысынан осыншама қиянат жасайтын ойлардың қайдан туатынына таң. Асқат үйге анализ қорытындыларымен келді. Күдігі расқа айналды. Әкелігін анықтайтын қорытынды 99%-ға теріс нәтижесін берді. Бұрымды бүгінгі болған жайттың бәрін қалдырмай баяндады. Анализ қорытындысын алып, Айсұлуға қызын апарып тастап кетті. Баланы алып қалған анасы Айсұлуға жұмсақ қарай қоймады. Айсұлу, мені тірідей жерге көмдің. Одан да бір жола өлтіре салуым керек еді. Мен сені өзгенің алажыбын аттауға тәрбиеледім ба? Айсұлу, өзің емес пе? Асқатқа тиіп ал деген. Сені тыңдамауым керек еді. Анасы: тәрбиелі, оқыған, көргенді жердің баласы болғасын, сені өзгертер деп ойлаған едім. Қате жасаппын. Оның үстіне жағдайлары жақсы, қиналмай өмір сүргеніңді қалағанмын. Айсұлуға анасы қанша ақыл айтса да миына кіріп шығып жатқан жоқ. Нұрхат қызы Бұрымды екеуі Рыскүлді басқа қалаға білікті дәрігерлерге көрсетеміз деп жолға шығып кетті. Үйде жалғыз қалған Асқат ұйықтап жатыр. Кенет ыстың иісі шығып, тұншығып ауаның тарыла бастағанын сезді. Көзін ашса,
үй өртеніп жатыр. Телефонның жарығын жаққанмен ештеңе анық көрінбейді. Басы айналып, тынысы тарылып барады. Өрт сөндіру қызметіне қоңырау шалып жатқан. Ары қарай ештеңе есінде жоқ. Көзін ашса, ауруханада жатыр екен. Жағдайы ауыр. Дәрігерлер: "Көзіңді аш, қара, атың кім? Ұйықтама, оян." Аяқ қолдарын күйік шалған, дәкемен таңылған, тамағы жұтындырар емес. Медбике аузына су тамызып жатты. Басқа қалада Рыскүлді дәрігер қарауына алып кеткен Нұрхат пен Бұрымды бұл жағдайды естіп, бәрін тастап өртенген үйлеріне келді. Тексеру барысында үйді түнгі сағат 3-тер шамасында Айсұлу келіп тұтатып кеткені қарама-қарсы дүкеннің камерасына түсіп қалған. Болар іс болды. Айсұлу қасақана қастандық жасағаны үшін 8 жылға абақтыға тоғытылды. Қызы анасында қалды. Басқаша өмір сүрем деп дәмеленіп жүрген Айсұлу от басып, өзі қазған орнына өзі түсті. Сақтағанның соты өтіп, 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Көркем ажырасып кетті. Өртенген үйдің айналасындағы күл-қоңды жинау барысында Нұрхат пен Рыскүлдің еккен үлкен жеміс ағашына өрт тимеген екен. Нұрхат бұны жақсылықтың нышанына балады. Ағаштың жан-жағындағы сынған терезе қалдықтарын теріп жүріп, қазылып қалған ағаш түбіндегі топырақтан қара матаға оралған түйіншек тауып алды. Бұрымды Айсұлудың балгерге баратыны есіне алып, дереу жақындардан сұрастырып бақсыға барды. Бақсы түйіншектегі шаштар Нұрхат пен Рыскүлдің, Асқат пен Бұрымдының оқылған шаштары екенін айтты. Анық Айсұлудың ісі. Егер кешіккенде үй ішінің адамдарының тағы қандай жамандыққа ұшырайтынын кім білген. Балгер барлығына қатты әрі қайтаруға келмейтін ауыр дуа жасалғанын, уақытын үлгеріп келгендерін айтты. Онсыз да балгер сөзіне сенетін болсақ, Рыскүлдің аяқ астынан мүгедек болуына осы дуаның кесірі тиген. Жеміс ағашы өртеніп кеткенде, бәлкім бұл сынақтың арты жақсылықпен аяқталмас еді. Асқаттың денесінде ақ таңдақ дақтар ала болып қалып қойды. Жұмысынан шығып кетті. Денесіндегі даққа еш уайымдамайды. Тек жүрегіндегі дақ құлазытып жіберді. Жақсы көрдім деген жаны бүтіндей бір отбасын ойран етіп кетті. Нұрхат жиған тергеніне өртенген үйінің орнына 2 қабат үй салып жатыр. Рыскүлдің ғана жағдайы бір күйде, еш өзгеріссіз. Апармаған дәрігер қалмады. Бұрымды тұрмысқа шығуға асықпайды. Анасын ешкімге сеніп тапсыра алмайды. Нұрхат жеміс ағашына ерекше күтіммен қарайды. Асқаттың жанына сая жалғыз осы ағаш. Әр таң сайын осы жалғыз ағашқа рахметін айтады. Кейбір жандардың қолынан келмейтін қамқорлық жеміс ағашының бойынан табылғандай. Өңкесі келбетіңе ғана емес, жаныңа сая, көңіліңе пана бола алады. Соңы